Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен, ардақты ағайын, аман есенсіздер ме? Жаңа сананың жаңа хабары эфирде. Бүгін біздің студиямызға ерекше қонақ келіп жайғасты. Қазақ руханиятының қара шаңырақтары, Қазақстан және санат баспаларын, сондай-ақ Қазақ университеті баспасын басқарған Қазақстанның құрметті жазушысы, белгілі баспагер Мұхтар Қазбек ағамыз. Қош келдіңіз аға. Жақсы, рахмет. Сөз басын алда келе жатқан мерейтойыңызбен құттықтауға арнасақ деп отырмын. Құтты болсын. Рахмет. 75-ке толып шығып жатсыз, иә? Алла жорғасын. Тойға дайындық қалай? Тойға дайындық қызу жүріп жатқан жағдай бар. Өйткені бұл жасқа жетудің өзі де оңай емес. 75 жас бір жағынан енді 70 жылдық ковидтің кезінде аталып та өткен жоқ. Соған енді мына 75-ті бір жағынан халықтың алдында есеп беру, не жасап, не қойдық, қандай шаруаларды атқардық, кейінгі ұрпаққа қалдыратын із бар ма? Осы мәселелер төңірегінде ойлана келе, сол мына 15 күні мына Абай атындағы қазіргі университетте тарих және құқық факультетінде сонда республикалық ғылыми практикалық конференция болады. Олда енді менің шығармашылығым арналады. Негізгі шығармашылығым енді менің тұлғаларға байланысты болып келеді, тарихи тұлғаларға байланысты. Бұл тақырып мен көтерген кезде әлі қолға алдына қойған жоқ еді. Өйткені замана саңлақтары ғой, жоқ. Өйткені бұл ең алғашқы менің айнас шығарған кітабым құпия кеңестер деп аталынады. Бұл 1926 жылы Тұрар Рысқұлов Қазақстанда 3 айдай қызмет жасаған. Ол кезде Қазақстанның астанасы Әулеті, кейін Қызылорда болды ғой. Қызылорда қаласында. Бір жағынан социалды Қазақстанның редакторы болған. Екінші жағынан баспасөз жағындағы партия комитетінің бөлімін басқарған кісі. Сонда 31 майда бұл кісі РСФСР, Россия Федерациясы Республикасының халық комиссарлары кеңесі төрағасының орынбасарлық қызметіне жоғарылатылады. Бұл өте жоғары қызмет. Бұл енді Кремльде отырған адам. Тұңғыш қазақ 26 жылы. Енді сол 26 жылы орталық комитет саяси бюросы, біздің орталық комитеттің автономиялы республикалардың мемлекеттік құрылысын дамыту жөнінде арнайы қаулы қабылдайды. Ол қаулыда, сол қаулы бойынша соның комиссия ұйымдастырады. Комиссияның председателі Михаил Иванович Калинин. Соның ішінде 30-дан астам адам бар құрамында. Голощекин бар Қазақстаннан. Сонан кейін Совнаркомның орынбасары төрағасының Рысқұлов бар. Бұл комиссияның жұмысы сылбырлау болады. Өйткені автономиялы республиканың Россияның құрамындағы. Қазақстан Россияның құрамында болды. Ал енді осылардың мемлекеттік құрылысын дамыту бұл ұлт мәселесі. Сонымен енді бұл Рысқұлов 1926 жылы 12 және 14 ноябрь айында Москваға бүкіл одақтық ЦИК дейді, орталық комитеттің атқару комитетінің сессиясында жиналған қайраткерлердің басын қосып, соның ішінде автономиялы республикалардың басшыларын жинап, 11 қазақстандық үлкен қайраткерлер болған. Сөйтіп үлкен жиын өткізеді, 2 күнге созылған. Бұл үлкен жиын 26 жылы өткізілген. Биыл 100 жыл толады соған. 100 жылдық датасы. Ал енді осы жиын шын мәнінде бұл 1923 жылы 4-ші кеңес болған, ұлт мәселесіне арналған. Бұл кеңесте Сұлтан Қалиев деген татар қайраткерінің мәселесі қойылған. Тұңғыш рет Сұлтан Қалиевтің талдап, одақ көлемінде көбіш баяндама жасап, қолдан ұйымдастырылған қылмыстар жасап, Сұлтан Қалиевті одақ көлемінде талқылап, партиядан шығарып, оны наркомнастың орынбасары болған Сталиннің. Сөйтіп, былайша айтқан кезде алғашқы репрессия жүргізудің басы осы Сұлтан Қалиевтен басталады. Рысқұловты айыпталады. 3 рет сөйлейді. Сталинмен алғаш рет қайшылыққа келген. Бірінші рет.
батыл түрде. Сіздің шығармашылығыңыздың Содан кейін басы да енді- осыдан басталады, иә? Иә, сонан кейін шын мәнінде мына документтер мені қатты қызықтырды. Бұл енді несін құжаттарды Москвадан Виктор Михайлович Устинов деген профессор, тарих архив институтының проректоры, Рысқұлов танушы, сол арқылы мен алдым 90-шы жылдар. 90-шы жылы. 90-шы жылдардың ішінде. Өйткені Совет одағы ыдырады, бұрын құпия болып келген документтер алғаш рет бұлар сата бастады Ресейде. Сөйтіп Сатып алдыңыз ба? Сатып алдым мен оны. Ал енді әр бетінде, оның екінші бетінде рассекречене деген штамп басылған. Бұл енді 160 беттен астам документ. Бұл шын мәнінде 24-ші жылғы 4-ші кеңес болса, ұлт мәселесі арналған, мынау ресми түрде 5-ші кеңес деп аталынған. Немесе Рысқұлов өткізген жеке кеңес деп аталған. Бұл мәселе кеңесте Сталиннің ұлт саясаты өте қатты сыналған. Қазақстанның басшылары да сынаған. Сонан енді соның бүкіл документтерін, нелерін бәрін Сталиннің алдына қойылған ғой енді. Неміс Поволжье республикасы автономия болған, Курс деген Дағыстан автономия республикасының, Неміс автономиялы республикасының Енгельс деген астанасы болған. Енді соғыс басталғаннан кейін бұлар автономия жойылып кетті ғой. Солардың қайраткерлердің бәрі сөйлеген. Енді Совет үкіметі орнағанмен билікке қол жете алмай келеді ғой. Ұлт кадрларына жоғарлату деген өте қиын болды. Орталықтан әбден билеп тастаған билігі не қылмады. Сол кездің өзінде 26-шы жылы кімдер Рысқұлов көтерілген өткізген жиында одақ бойынша осындай қордаланған мәселелер көтеріледі ғой. Бұл Сталинге ұнамайды. Ұнамағандықтан ана бүкіл документтерді құпия деп жаңағы архивқа жібереді. Рысқұловтың кеңесін бүкіл автономиялы республикада жіберіп талқылаттырып, қаралаттырған. Арнайы. Ол 80 беттік құжат ана Голощекиннің бәрі, Нұрмақовқа баяндама жасаған. Қазақтардың бәрін Рысқұловқа қарсы қойған. Қаралаған. Ал енді сондай жағдайда Татарстан да солай. Үлкен автономия республикалар. Рысқұлов қайтпаған ғой. Айтпасам басқа адам болса инфаркт алып қалатын жағдай анау. Одақ бойынша қысым дейсіз ғой, жан жақтан қысым. Сонан кейін теріс деп отыр ғой. Ұлт мәселесі жөнінде. Ең жаманы сол өзіңнің ұлтыңның азаматтарының көрген қысым шығар аға, шын мәнінде. Енді Қазақстанда Жангелдиннен бастап екі адам Рысқұловты жамандамайды. Оның бірі Мырзағалиев, екінші Жандосов. Рысқұловтың өткізіп отырған жиында көтерілген мәселе өте орынды. 4-ші кеңесте көтерілген ұлт мәселесі шешілмеді деп бұлар айтады. Әрине ол Голощекинге ұнамайды. Ана неге қатысқандардың бәрі қудалайды жұмыстан. Қазсектің төрағасы Мыңбаевты қудалап, Адай уезінің исполкомының төрағасы етіп жібереді. Республикадағы Голощекиннен кейінгі екінші тұлға. Сонымен көрдің бе, оның жиналыстың репрессиясы өте қатты болған. Сонымен енді бұл кеңестің документі құпия болып келді ғой. Сондықтан енді мен қатты қызықтым да, соны жаңағы Қазақстанның ғалымдары да оқыған бұны, Мәмбет Қойгелдиев оқыған. Бірақ енді олар енді сатып алу қаржы ғой. Ол кезде қаржы деген проблема болды. Москваға бару керек, жұмыс істеу керек, қонақ үйі бар. Қаржы деген мемлекетте онша көмектесе алмады. Ал енді маған енді сәті түсті, алдым. Сонан кейін осы кеңестің материалын құпия кеңестер деген атпен шығардық. Бұл 1999 жылы. Кеңес Нұрпейісов деген ағамыз алық сөз жазды. Сонда ол кісі арнайы тоқталды. Ұлт мәселесі жөнінде кеңес осы Тұрар Рысқұловтың өткізген кеңесінен кейін Совет одағында тоқтап қалған. Көрдіңіз бе? Қайтып нағылмаған. Осы кеңесте 20-ші жылы Рысқұлов бір рет қараланды. 26-ші жылы мына кеңесте екінші рет қараланады. 37-ші жылы халық жауы ретінде үшінші рет қараланады. 60-ші жылы егемен социалистік Қазақстанда Тұрар Рысқұлов деген мақала жарияланып, орталық комитеттің бюросында қаралып, арнайы қаулы қабылданып, Рысқұловты пантюркист, панисламист, бұл үлкен саяси қате жіберген деп айыптап, орталық комитеттің бюросынан кейін Рысқұлов туралы ешнәрсе жазылмаған.
60 жылдан кейін 73 жылға дейін. Аха. Республикалық газет ана орталық комитеттің бюросының қаулысынан кейін. Көрдіңіз бе, бір адамға деген қиянат қандай. Ал енді сонан кейін барып орталық комитеттің алдында 60 жылғы бюроның қаулысын жойдыру үшін арнайы комиссия ұйымдастырылады. Ол комиссияның төрағасы Ниязбеков. Сонан кейін Имашев Саттар идеология жөнінде хатшы. Одан кейін Алматы обкомының бірінші хатшысы Асанбай Асқаров. Справка о жизни и деятельности Тұрар Рысқұлова деген 65 беттік анықтама, справка жасалынады. Бүкіл қызметіне тоқталады Рысқұловтың. Сөйтіп 60 жылғы Рысқұловты қаралаған орталық комитеттің бюросының қаулысының күшін жояды. Сонан кейін барып Темірғали Нұртазин, белгілі жазушы ғалым, сол кісі Тұрардың анты деген роман, Шератқа Мұртазаевтың Тұрар туралы романын басталады. Қызыл жебе. Жол ашылды. Көрдіңіз бе? Ал енді сол жолды сіз жалғап алып кеттіңіз. Мен енді ана документті түрде жаңағы соларды бүкіл нағылдым ғой. Сонан кейін Тұрар Рысқұлов, материалы частных совещаний националов, архивный документы деген бүкіл материалдарды жинақтап 19 жыл жеке кітап етіп шығардым. Осы жаңа Рысқұловқа өткізген кеңестері бар, несі бар. Өте мықты документ. Жаңағы орталық комитеттің қаулысы бар. Сонда шын мәнінде біздің қайраткерлерімізге деген ұлт жаңағы алаш қайраткерлеріміз қалай зардап шексе, Рысқұлов та олардан кем зардап шекпеген. Ол кісінің 22 жыл Мусбюро туралы кітабы орталық комитеттің несімен сөгіс алған. Мұсылмандар бюросы деген кітабы. Сонымен бұл кісі енді Түрік Республикасы, Түрік компартиясы деген идеяны жүзеге асырам деп, бұны Ленин қолдамады ғой. Ал енді кейін Виктор Михайлович Устинов деген жаңағы москвалық ғалым Рысқұлов туралы 1984 жылы Рысқұлов туралы алғаш бірінші кітабын жазды. Одан кейін 88 жылы, 95 жылы жазды. Сол кісі 95 жылы Алматыға келді. Талғар ауданына алып бардым. Рысқұловтың туған жерін көрсеттім. Әкім өзі қабылдады, Тойбаев деген азамат. Сонда жолда кетіп бара жатқанда бұл кісі былай деді. Барлық параметр бойынша деді, Тұрар Рысқұлов Сталиннен кем емес еді деді. Барлық жағынан алып қарағанда деді. Сталиннің да бір қорқынышы болған болып тұр ғой бұл жерде, бұл баға. Тұрар Рысқұлов деді, ұлт мәселесі жөнінде деді, Сталиннен анағұрлым жоғары тұр дейді. Анағұрлым жоғары тұр дейді. Тұрар Рысқұловтың 1920 жылы Лениннің алдында қойған Түрік Республикасы, Түрік компартиясы туралы идеясы өте дұрыс еді. Қазіргі жағдайда, қазіргі реалды жағдайда одақ ыдырап кетті. Кеше бір елдің азаматы едік. Бүгін енді екі жердің азаматы, екі елдің азаматы болып отырмыз. Қазіргі тұрғыдан қарағанда деді, Тұрардың 20 жылға қойған мәселесі өте дұрыс еді. Ленин оны қолдамады деді. Қателік болды деді. Егер сол кезде Ленин қолдағанда деді, Түркістан Республикасының жағдайы, доңғалағы тарих мүлдем басқаша доңғалар еді деді. Орыстың ғалым айтып отыр ана. Қазір Түркістан мемлекеті де болар ма еді? Иә, Түркістан мемлекеті, енді бәріміз Түркістанның өзі Қазақстанның жартысы соған қарады ғой. Түркістан автономиялы республикасына. Ана 5 республика қарап отыр. Тілдеріміз жақын. Ал енді былайша алып қарасақ, қазақ хандығы 1465 жыл толық күшіне енді деп жазды ғой Дулати. Оған дейін Әбілқайыр ханның қарамағында өзбектермен бәріміз бір халық болып өмір сүрдік. Бір тілде сөйледік. Тарихшымен сөйлескен кезде әрине тарихты тереңінен қаузап кетеміз ғой енді. Десе де бүгінгі хабар ол сіздің шығармашылығыңыз жалпы, сіз кімсіз, қайда тудыңыз, қайда өстіңіз деген осыдан 75 жыл бұрынғы Түлкібасқа сапар шексек деген ойымыз болып отыр. 1951 жылы Түлкібас ауданында дүниеге келгем. Әкеміз шаруа кісі болған, шешеміз шаруасындағы әйел, бірақ совхозда сауыншыда болып істеген. Ал енді әкеміз 1937 жылы Фин соғысына қатысқан. Фин соғысына. 1945 жылы
Ұлы Отан соғысына қатысқан, Ұлы Отан соғысының ардагері. Біз жалпы отбасыда 10 бала болдық. Сіз оның ішіндегі? Сонда жаңағы мен балдардың ішінде тұңғышымын. Тұңғышсыз. 4 ер бала, қалғандары қыз бала болды. Ал енді шешеміз ол кезде Совет одағы кезінде Маткерейна ардақтана деген беретін еді ғой, алтын жұлдыз. Сол ардақты ана болған. Үлкен әкпем Сейілде 11 баланың анасы болды, о да ардақты ана болды. Енді ол кезде дәстүрде неде көп балалы қалыпты жағдай еді ғой, көп балалы болу. Ал енді шешеміз детдомда өскен адам, туған туысқанның кім екенін де білмейді. Нағашыларыңыз болмады? Нағашысыз өсті, кейін табылды. Кейін шешеміз қайтыс болғаннан кейін. Шешеміз білмейді кетті оны былайша айтқан кезде. Ал енді бұл былайша айтқан кезде 30-шы жылғы ашаршылықтың зардабы да көрді анамыз. Ұлы Отан соғыстың да зардабын көрді. Ал енді бастауыш класста орыс классына бардық. Ол енді жабылып қалды да, содан кейін қайттан қазақша бардым. Сөйтіп қазақша Түлкібас станциясында нөмір 11-ші мектеп-интернат болды, темір жол мектеп-интернат. 8 жылдық болды. Бұл енді республикадағы ең мықты мектептер осы темір жол мектебі екен. Былайша айтқан кезде ешқандай киімсіз барып, барлығы киім, кешегің, нәскиіңе дейін интернат. Жатып оқыдыңыз? Жатып оқисың. Тамағыңа дейін, аяқ киіміңе дейін. Ал төлейтін интернатқа түкті емес. Мемлекеттің жеңілдігі. Сол мектеп-интернат өзі оқытады түс қайта, сабақ түс қайта дайындықты. Соның арқасында оқымайтын балдар болмайтын. Бәрі оқиды. Ағайлар жаңағы сабақтарын тексеріп, нағылып, бәрін дұрыс болғаннан кейін жаңағы перерывге жібереді ғой сағат 6-та. Ал үлгермей жатқандарды қалдыртады. Тағы да әрмен қарай. Тағы да. Үлгертіліп, нағылып, жаттауын жаттатқызып, сол мектеп өте үлкен сабақ болды. Біз үшін. Білімді негізгі білімді сол 8 жылдық мектепте нағылдым. Содан кейін Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектеп. Ол жерде Келтемашат деп аталынады. Қазір Келтемашат округы. Енді жалпы Түлкібас, Келтемашат. Машат деген жерде бар. Келтемашат округы деп аталынады. Бұрын енді бұл Келтемашат ет сүт совхозы деп аталынды. Ауданда 2 ғана совхоз болды. Біреу Мичурин атындағы совхоз болды, ол миллионер болды. Ол заводы бар, несі бар, аудандағы ең мықты совхоз болды. Сонымен енді Түлкібас ауданының табиғаты да несі де өте мықты. Сонан кейін бұл жерде енді интеллигенттер көп шыққан жер. Оқуға деген құлшыныс көп болды. Менімен бірге оқыған жігіттердің көбісі жаңағы несі жаңағы оқу орындарына түсіп кетті. Москвасы бар, Бауманға дейін бітіріп, Алматы бар енді. Оқимын деген азаматтардың бәріне жол ашылды. Ал енді өзімнің кейінгі Ғаппар Маймақов, менің әкемнің фамилиясымен, Ғаппар туған інім бабамыздың фамилиясынан. Ол МГУ-дің аспирантурасын бітіріп, сонда қорғап, бұл енді тарихшы, бірнеше кітап, ондаған томдық кітаптың авторы. Мемлекет және құқық, қазіргі заманғы дінтануы, қазақ жерінің қалыптасуының тарихы деген тақырыпта заң ғылымдарының докторлығын жазды. Тарих пен құқықтың, өзі құқықтану доценті болды. Ал енді Төле би туралы кітаптары бар оның. Арнайы Төле бидің туған бауырыңыз аға, иә? Туған бауыр. Одан үлкенірек Мұқан Маймақов дегеннен ақын. Ол енді ауылда. Өзі шаруа болды, не болды, сол ауылдық жерде ақындығымен айналысып, жыры бар, конкурстарға қатысып, Түлкібас деген киімі бар, Сарыағаш деген киімдері бар, бірнеше киімдердің авторы. Тамаша. Мына Рақышев деген режиссер өзінің бір фильмінде соның жаңағы Мұқанның әндерін пайдаланады. Еркін ағамыз ғой. Еркін Рақышев. Ол білмейді екен, Түлкібас ауданында көрсетіп, мына Мұқан Маймақов деген осы. Ал енді оның Мұхамеджан деген композитор. Ол енді музыкада, аспаптарда ойнай алмайды екен, ыңылдап шығарады екен әнді. Ол кезде
көрдіңіз ба, ауылдық жерде музыкалық пәнінің сабақ беретін жаңағы үйрететін мұғалімнің болмаған. Әйтпесе солар домбыраны нені үйрететін болса, ана домбыраны үйреніп алып кетер еді ғой. А бұл оңылдап, одан кейін жаңағы диктофонға жазып, соны кейін нағылады екен. Өзіңіз елге жиі барып тұрасыз ба аға? Жалпы Түлкібаста айтады, жер жәннаты. Табиғаты жағынан енді еккен шыбық тал болып шығатын жер, Алматы сияқты. Түлкібастың апорты деген апорт Алматының апорты сияқты еді. Оның бір апорттың өзі бір бөлменің иісін аңқытып жіберетін жағы. Шынын айтқанда керемет, 80 жылдығы дейін. Әзір ондай тұқымдар аз болды ғой. Одан кейін жүзімдері бар, алхор, нелер бар, жаңғақ өседі жақсы. Шие, өрік, былайша айтқан кезде бұл Ақсу Жабағылының аймағы ғой. Қорық. Ақсу деген өзен, Арыс, осы Түлкібас ауданынан басталады. Қазақтар Арыс деп жүреді ғой. Басқа жерде еш жерде жоқ, Ақсу Жабағылдан басталады Арыс өзен. Сөйтіп барып, бұл арналарын кеңейтіп, неге барып, Сырға барып келеді ғой, Арыс өзені. Оның ішінде жаңа Түлкібастың өзінде Балықшы деген өзен бар, үлкен. Сонан кейін Жыланды деген өзен, Даубабаның өзені. Даубаба деген біздің әзір әке-шешем тұрған жер, Даубабаның өзі. Сонан кейін жаңа Келтемашаттың өзені, бұл бір жерде бұрқырап жердің астына шығып жатыр. Адам не қылмайды. Басқа өзендер бұлақтарда басталады ғой. А бұл жерден қайнарға сияқты шығып жатыр. Тастай жазда. Қыста жеп-жылы су. Қыста жаңағы мектептің оқушылары кейде жаттығамын деп суға шомылады. Ана судың бір ерекше бір қасиеті. Сонан кейін Түлкібаста мына Қызғалтақ. Қазір Қызғалтақта Жамбыл облысы Қаратау аймағы нағылып жатыр ғой. Республика бойынша фестиваль өткізді. Ал оны бастаған Мархабат Байғұт болатын. Шубай Қызыл Қызғалтақ. Ол Түлкібас ауданында. Сол территорияны арнайы белгілеп, бұл сол жерде жаңағы фестивальдер өткізіп, ана аймақты ешкімге тиістірмейтін Қызғалтақтың былайша айтқанда мәртебесін көтерді, Мархабат. Кейін бұны инициативаны Жамбыл облысы алып кетіп, бұлар түркіретіп өткізе бастады. Өткен жылы Жамбыл облысында. Ал енді кезінде Назарбаев айтып қалды. Біздің Қызғалтақты Голландия алып кеткен екен. Сол жақтан енді өзіміз алып келіп жатырмыз деп. Осман империясы алып кетеді. Османдықтар армен қарай Европаға жібереді, Голландияға. Содан қайтадан бізге келіп жатыр. Тарих солай екен. Қызғалтақ бар, Сарғалтағы бар бұның. Енді керемет, бұны енді ана өсіп тұрған жерге малдардың өзі де баса қоймайды, мен бір таңғалған. Соның өзі ана жайылып жүрген қойлар ананы жақындап келеді де бұрылып кетеді. Не қылмайды да? Дәл қазір маусымы болып жатыр ғой. Иә, маусымы. Қозғұйрық деген өседі. Қозғұйрық өте үлкен болады, пиалайдай, одан да кеседей үлкендігі. Енді былайша айтқанда саңырауқұлақ қой. Саңырауқұлақ. Қозының құйрығы сияқты болғаннан кейін қозғұйрық деп атап кеткен ғой. Сөз байлығымызды көбейтетін саңырауқұлақ деп. Ал енді бұл Түлкібас ауданының дала бақшасының өнімі деуге болады. Дала бақшасының. Көктемде құлпырып кетеді, Қадыр Мырзалиев жырлайтындай түкті кілем, көк кілем бар. Былайша айтқан кезде бейленді жаңбырлы екен, жарқырап тұр ғой. Табиғат. Түлкібасты жиі еске аласыз ба аға? Жалпы Түлкібас деген кезде есіңізге ең әуелі не түседі? Балалығыңыз шығар әрине, иә? Түлкібас ауданы тарихи өте бай екен. Бала кезде білмедік оны. Шынын айтқанда Түлкібас ауданында Совет одағының батыры орыстар ғана шыққан, бір 4 батыр бар. Садықов деген кісі бар, 3 рет даңқ орденімен наградталған. Даубаба деген жерде тұрған. Бұл енді батырға теңеседі. Даубаба деген жерде оның атын өзгертіп Сеславина болып кеткен кезінде. Мектебінің аты да Сеславина болып тұр. Ал енді бұл әзірге дейін ба? Әзірге дейін. Мен осыны бірнеше рет қойдым. Тарихи атауы Даубаба. Даубабаның зираты сол жерде жатыр, Шатқалда.
Ал енді дау баба кім деген мәселе. Дау баба 2-3 ғасырда өмір сүрген Үйсін қағаны. Оның баласы ұрпағы Елсау би. Елсау бидің ұрпағы алтын киімді адам. Нулы. 22 жаста алтын адам ба біз? Иә, алтын киімді адам 4800 алтын шыққан бойынан жәнінен күміс тостаған шығып отыр. Бұны сақ дейді. Сақ деген мемлекеттің аты да жоқ қой. Сақ Үйсін, енді Үйсін деген ол ұлы жүздің несі де қарамау керек. Мемлекеттің аты ғой, халық. Сақ Үйсін, жауынгері. Ал енді күміс тостағандағы жазу сұмдық қой енді. 2,5 мың ғасыр бұрын онда Европаңыздың өзінде де жазу бола қоймаған онда. Ал ана жазу тұр. Ал енді осы дау баба, сондан жаңағы мына Нулының бабасы. Сол дау баба шатқалында жатыр. Өзеннің аты дау баба деп аталынады. Яғни сол кезде тарихи атау әлі дейін сақталып қалып отыр. Ал енді сақталып қалған ауызша болып тұр. Ресми түрде жаңағы Сеславина ғана өзгеріп кеткен. Өте парадокс. Ал енді соны Егемен Қазақстанға 2 рет қойдым, дау баба деп. Ана тіл газетінде Жанарбек Әшімжан ода шығарды, Қойбек би туралы шығарды, оңтүстік Қазақстан шығарды. Мораторий болып кетті ғой, мораторий. 20 жылдан астам уақыт бойы жағын өзгерте алмай келе жатыр. Ал жергілікті тұрғындар ше? Жергілікті тұрғындарға оны Аршалы деп қоямыз деп. Аршалы деген келмейді ғой, Көкшетауда бар Аршалы. Ол жерде арша өседі. Ал енді дау баба ол әулиелі жер ғой. Орта Азия мен Қазақстанда жаңағы дау баба сияқты жерлер жоқтың қасы. Қазақстанда жоқ ол. Тамаша. Ал енді Арыстанбап Бертіндегі Қожа Ахмет Ясауи Бертін. Ал енді ана туризмге сұранып тұрған жер. Керемет нәрсе. Ол бойынша тарихи дәлел бар ма? Тарих бір мына Қойбек би деген кітапта осында арнайы нақылдым, дау бабаға тоқталдым. Сонан кейін мынау замана саңлақтары. Замана саңлақтары деген көрсетеді мұнан. Бұл жайлы әңгіме айтайық, енді қазір тереңдеп кетпейік деп жатқан ғой. Осының ішінде мына дау бабадан басталады. Бұл оңтүстікте жаңағы мәдениет басқармасы арқылы ауданнан мәдениет басқармасы шешімдерін шығартырып республикаға жіберген ғой олар. Республикалық неді қайтар жіберген. Ана жерде отыратын азаматтар енді мына тарихты онша біле бермейтін болып тұр. Ұйымдастыру жұмыстары қажет болып. Сондықтан иә, бұл жерде қайта нағылу керек болып тұр. Ал енді бұның нағылып отырған Нұрлан Оразалин. Ананы материалды оқып, маған телефон соғып хабарласты. Мен дау бабаны білмейтін едім деді. Материал арқылы біліп таңырқап отырмын. Жердің аты бар екен. Мына Сеславинаның атын қайтара алмай жүргенін. Бұл өте не болып тұр ғой, өте тарихи дүниені қайтару керек қой. Тарихи сананы жойып алмамыз керек қой. Әрине. Оны басқа атаумен ата салу қиын емес. Ал енді ғасырлар бойы келе жатқан нені күштеп оны жаңағы екінші атаумен не қажеті бар деп. Көрдіңіз ба? Ал енді Сеславин деген мектептің атын да өзгерте алмай келеді. Жердің аты да Сеславин болып тұр. Ал енді дау баба болу керек ол. Дау бабаны Қойбек би жатқан жер Қойбек би деп аталынған. Оны Кончас деп аталып келді. Соғыс жылдарында соғыстан кейін жаңағы қашар өсірді ғой. Таулы жерлерге жүк таситын жаңағы. Сонда конный часть болып аталып кетті де, Кончас болып Қойбек бидің аты жойылған. Ұрпақтары қудаланған. Ол жер Қойбек бидің аты аталудың орнына дау баба қылып жіберген ғой. Сол жақты. Қойбек би ауылын дау баба қылып, Сеславина қалып қалған. Көрдіңіз ба? Ал енді бұрын енді жаңағы Москваға жалтақтайтын едік. Енді өзіміздің қолымызда тұрған нәрсе ғой. Әрине, дұрыс айтасыз аға. Ал енді туризмді дамытуды керек деп тұр мемлекет басшысы. Ал енді туризмді дамыту үшін шетелдің адамдарының өзі, әсіресе түрк елдерінің өзі қызықпай ма мына дүниеге? Дау бабаның жаңағы мына Елсау бидің бабасы екенін білген түрк халықтарының өкілдері білетін болса, мысалы Түркияның азаматтары қызығады ғой ана жерге. Иә.
Ал енді табиғаты сол жерде тамаша, туризмге де тамаша. келіп тұр. Осындай тарихи Өзен жәдігерлерді ағып жатыр, сақтасақ, таулы өзен жер. ағып жатсақ, өте керемет. Анау Ақсу Жабағылы қорығының батыс қақпағы, мына жағы Сайрам Өгем ұлттық паркі. Қорық бұлардың бәрі, таулы жер ғой ана жердің бәрі. Сондықтан ғой бұлардың табиғаты да несі де ерекше. Ерекше, түсінікті. Ал енді жағы аршаның бір кереметі. Арша деседі. Арша өскен жердегі алмаға неге құрт түспейді екен? Былайша айтқанда дезинфекция жасап тұрады ғой. Таза ауаны таратып. Түлкібасы деген әулие бар, иә? Бастаусыдан Түлкібасы деген әулие бар. Бұл енді Тұрар ауылы дейді, ауданның аты Тұрар ауылы болып келе жатыр ғой. Тұрар ауылында дұрыс өзгерте алмай келе жатыр. Тұрар кент болу керек қой, қысқа. Ауыл емес, оны кент қой. Бір кезде солай қойылып кеткен, дұрыс ойланбай, былайша айтқан кезде. Оны қоя алмай келе жатыр. Түлкібасы әулиесін, оның басына жаңағы Оразалы Сәбден, академик. Ол оны соның басын көтерді, баспалдақтарын ағылды. Ол енді кәдімгі Түлкібас ауданына барып, мына тарихи орындарды аралағысы келетін адамдарға жақсы жаңағы не болып тұр, нысан болып тұр, әулиелі жер болып тұр. Ал енді Дау-бабаға да сондай керек. Дау-баба да енді Дау-баба жолдың бойында емес, бұл енді шеткері, оңтүстік жақта ең түкпір жер, Түлкібас ауданының түкпірі. Бірақ ол жердің өзінде жаңағы Сеславинаның өзінде газдандырылған. Былтыр ма, бұрнағы жылы ма, әкім барып, оны газ қосып кетті. Биыл мәдениет үйін салыпты былтыр. Мына жаңадан әкім болған Көшеріп, арнайы барып, соны ашып кеткен екен былтыр. Декабрь ма, ноябрь айында ма, мәдениет үйін. 100 орындық. Енді Сеславина мектебінің оқушыларды қанша деп сұрап едім, 150-дей оқушы бар екен. Ол жерде екі ауылда примерно шамада 140-тай үй тұрады. Аз екен, иә? Аз ау. Кезінде бөлім бастығы болған, 20 мыңға отар қой ұстаған жерлер ғой. Сиыр фермасы болған. Ал енді Дау-баба жағы неде, мына Қойбек бидің зираты жатқан жерге. Ол жерде 23 па сондай үй ғана, шағын ауыл. Оңтүстікте бұндай аз кездеседі ғой негізі. Иә. Енді шағын ауыл алыстау болып тұр ғой, неден? Орталықтан. Енді Шымкенттен не алған кезде бір көппесі 50-60 километр шығар. Енді мына, мысалы, Семей облысының аудан орталығы мен ауылдан 200 деген километр кетіп қалады ғой, оған қарағанда. Онымен есептеген кезде, былайша айтқан кезде жақын ғой. Жақын, иә. Есіңізге Түлкібас дегенде не түседі? Балалығыңыз ба деп бір сауал қойып едім. Иә, Түлкібас ауданында енді балалық шақ сол жерде өтті. Қалай өтті? Біздің кезімізде енді шынын айтқанда ауылдық жерлерге жаңадан ғана телевизор келе бастады. Телефон деген ауылда жоқ еді. 60 жылдар ғой. 60 жылдар. Бірақ балдардың мына футбол ойнауға құмарлығы күшті болатын интернетте. Сонан кейін ләңгіге жарыс ойнайтын интернетте. Шын мәнінде бұл жақсы спорттың түрі екен. Мұғалімдер де оны тыйым салмайтын. Сонан кейін жаңағы интернетте бір кереметі, бұл жаңағы темір жол интернаты болғандықтан, мына балдар темір жолы бар, рельсі, сонан кейін локомотивтерді қолдан құрастырып жасап, республикалық жарыстарға қатыстырып, ана жасаған локомотивтерді тоққа қосып жүргізген кезде қанша килограмм жүк тартады. Соның бір 3-ші ма 4-ші орын алған деді. Ең бір әжептәуір 40-50 килограммдық жүк тартатын жаңағы локомотив, 80 килограммға дейін жүк тартатын. Сонан кейін жаңағы апрель кезінде ағайымыз мынау космос кораблін жаңағы неден жасаттырып, фольгада неден сол кезде шайдың қорғасындары ғой дейм шамасы. Содан жасап, нағылып, жаңағы порықтары жасап әйтеуір. Соны 12-ші апрель күні космонавттар күні арнайы ұшыратын. Оқушылардың бәрі қаптап кететін жаңағы неге қызығып нағылып. Сондай әдемі оқиғалар болып, жарыстар болып тұратын. Бірақ
Бірақ енді оңтүстікте мынау сол музыкалық аспаптарды ойнайтын мына жыраулық дәстүр солар кемдеу болып қалды, шынын айту керек. Барлық ауданда сондай ғой. Мысалы Атырауда домбыра тарту, Қызылордада жыраулық дәстүрлер, сонан кейін айтыс енді дами бастады, жақсы. Мықты нелер. Ал енді соның барлығы кезінде мына басшылардың, идеологиямен айналысатын адамдардың мықты болмауынан. Өзбекәлі Жәнібек сияқты адамдар болса, сол кезде аудандарда қандай талантты жастар шығар еді. Талант деген ауылдық жерде жас кезде ғой. Иә. Жас кезде. Шабыт алады, табиғаты бөлек. Көтеріліп, ананың ой несі, дүниенің кілтін ұстауға, былайша айтқан кезде әртарапта болып кетер еді ғой. Өзбекәлі Жәнібек сияқты азаматтар республиканың көлемінде аз болды ғой, аудан түгел. Некен саяқ дейсіз ғой. Некен саяқ. Халыққа жаны ашып, не қылып, қаншама балалардың таланты ашылар еді. Енді қазір енді қолға алынып жатқан шаралар мектептерде. Оның үстіне жаңағы мынау компьютерлендіру, не, бұл енді жаппай жақсы болып тұр. Қазақстанда былайша айтқан кезде ұлан-ғайыр жер болғанмен тілдік айырмашылық жоқ деуге болады. Бір тұтас тілі. Бір тұтас. Диалекттер болуы мүмкін, бірақ бірін-бірін түсінеді. Түсінеді әдемі. Ол диалекті деген жергілікті тіл ерекшелігі ғой. Жетісайдағы мақтаның тілін басқа жер білмейді ғой, мысалы. Неше түрлі. Қозапаяны кім біледі? Қозапаяны білмейді, көбісі. Түсінікті аға. Сосын Алматыға келдіңіз. Алматыға келіп, енді 76 жылы Алматыға келдім. Мен 2 жыл мұғалім болып істедім. Ауылда. Өйткені 1973 жылы Қазақстанда 2 облыс ашылды. Торғай облысы, содан кейін мынау Маңғыстау облысы. Сонымен жағы осы 2 облысқа педагог кадрларды жіберу керек. Сонымен жағы біздің университетті бітіргендердің барлығы біраз сол облыстарға кетті. Диплом бермеді. 2 жыл мектепте жұмыс істейсің, подъемныйын аласың, көтерме нелердің жолыңы, ақшалардың бәрін. Сонан кейін қайтып ана жақта 2 жыл жұмыс істеді деген анықтама алып келесің, дипломыңды институттан аласың. Мәссаған. Қандай бір қатаң саясат болған ғой былай қарасаңыз. Сөйтіп шын мәнінде мәжбүрлі түрде деуге де болады. 2 жыл мектепте мұғалім болдым. Сонан кейін сіз жаңа 2 облысқа бармадыңыз? Барған жоқ, мен Түркістан облысына. Мен де Маңғыстау облысына жіберген, енді көп балалы болғаннан кейін қайтып келіп, Қанафин деген министрлік арқылы жолдамамды оңтүстік білім басқармасына ауыстырып алып, өзі Түлкібас ауданына келдім. Сонан 2 жылдай мұғалім болып жұмыс істеп, соны шын мәнінде педагогикалық саланың дәмін таттық. Одан кейін енді мектепте мұғалім болып қалып қойым мүмкін ғой деп. Шынын айтқанда аспирантураға документін тапсырдым, Каспийде. Сөйтсем, целевой деген мүмкіндік жоқ екен. Целевой деген не десем, бұл арнайы сол жолдамамен келеді екен институттардан. Солар бірінші орыннан кетеді екен. Ал ондай, мен институтта жұмыс істеп жүрген жоқпын, мектепте жұмыс істеп жүрген адам. Сонан сырттай оқуға түстім мен. Каспийге ма? Каспийге. Аспирантурасына қызығып. Кейін бірақ баспа саласынан ағылғаннан кейін ары қарай қызығушылығым болмай қалды. Бірақ мына еңбектеріме, жазуыма жағы, енді ана минимум тапсырып, неғылып, пәленбай кітаптарды оқисың, баспада неғыласың. Былайша айтқан кезде адамның ой жүйесі, ғылыми ойлау жүйесі қалыптаса бастайды екен. Жазу арқылы. Иә, аналар арқылы, іздену арқылы. Былайша айтқан кезде ана жазған кітаптар біреулер үшін ол докторлық диссертация, 2 докторлық диссертациялық кітаптар түрменде. Ана құпия кеңестер деген мына докторлық диссертация ғой деді. Кеңес Нұрпейісов. Қабылбек Сармалдаев туралы. О да сондай кітап. Бірақ мен аса қызықпадым. Ал енді мынау баспа саласында жұмыс істеп жүрген адамдардың көбісі бұл шын мәнінде универсал болады. Сіз мысалы ондаған жылдар бойы зерттеп, ізденіп, еңбек жазасыз. Оны редактор оқиды,
бір 2-3 күнде жаңағы сіздің неңіз информацияңызды сіңіріп алады. Қаншама адамның информациясы сіңіріп алады, жинақталады. Ал енді редакторлардың өзі, жаңағы бас редакторлардың өзі, олардың өзі ғалымдардан деңгейі әлдеқайда жоғары тұрады. Күнделікті қаншама зерттелген, іріктелген мақалалар келеді, жазбалар келеді, оның бәрін Енді бәрі оқып. кітап қой. Олар шынымен де деңгейі жағынан ғалымдар ренжи қоймас, әлдеқайда жоғары. Күнде оқиды. Иә. Күнде Әлдеқайда жоғары. Оны теңесе алмайды. Кейде не қылып қалады, соныкі мен айттым, сен доктормын деп не қылмаған. Сіз бір ғана не қыласыз? Бір саланы. Олар универсал адамдар. Жазушы баспасындағы редакторларың мысалы бәрі талантты ғой. Бәрі талантты. Сыншы, нелер, олар жаңағы біреулер диссертация қорғап, олар ғалыммын деп барғанмен ана нелерден жоғарымын деп айта алмайды ешқайсысы. Таланттан алар. Әрине, дұрыс айтасыз ағам. Студенттік жылдарыңыз қай жыл? 70-ші жылдар? 69-73. 70-ші жылдарға тап Ол келді. кезде Серғазы Толыбеков деген кісі болды, ректор, академик. Бұл экономист кісі екен өзі. Сонан кейін соғыс жылдарында мәдениет басқармасын басқарған екен. Бауыржан Момышұлы, Серғазы Толыбеков, Қажым Жұмалиев, сонан кейін бір топ адамдар. Сәбит Мұқанов та бар. Қазақ тілі туралы пікір деген еңбегінде бұларды тілінің орысшалықтығына, Ғабит Мүсіреповте де бар ішінде. Оған қатты сынап өтетіні бар. Мықты сол кездегі. Мықты нелердің барлығы. Соның ішінде жаңағы Толыбековтың мәдениет басқармасының бастығы екен, соны Баукеңнің еңбегінен білдім де. Бұл кісі Серғазы Толыбеков деген кісі. Бізде ең мықты Қажым Жұмалиев деген кісі болды. Қажым Жұмалиев біз 69 жыл қайтыс болған екен, алтын көре алмадық. Ол кісінің кереметтігі ана оқулықтардың бәрін жазып кеткен. Сонан кейін Махамбет туралы Тарлан атты жолаушы деген повесть жазған адам. Одан кейін ол кісі мына орыстың ақындарын нелерін жатқа оқи береді екен. Өлеңдерін. Көбісі жүзі қазақ ақындарының да лекторлары, мұғалімдер жатқа айта бермейді. Жаттамайды. Жаттау үшін де бір адамда қабілет болмаса. Талант қой, жаттау дегенде талант қой онда. Ал енді сол кісі сондай үлкен деңгейдегі адам болған, академик. Ал енді Серік Қирабаев, Құрмет Ғабдуллин берді фольклордан. Мекемтас Мырзахметов абайтанудан берді алғаш. Сол кезде Өзбекстаннан ауысып келген екен бұл кісі. Сонан кейін мынау Құспанов деген сабақ берді. Бұл Ғабит Мүсіреповті аударған. Көрінбей кеткен бір бейне деген бар ғой? Иә. Повесть, поэма деп Сәкенге арналған. Әдеби, керемет әдемі шығарма. Однажды на всю жизнь деп аударған. Орысша аудар аты әдемі жаңағы Құспанов. Однажды на всю жизнь. Сол кісі лекция оқыды. Ал енді тілшілер Оралбаева, Фатима деген апайымыз, жалпы Төкен Абдрахманов, мына кім Серік Қирабаев енді өте универсал болды олар, совет әдебиеті. Оның ішінде совет әдебиетінің оқып жатқан адамдарын тікелей араласып жүр өзі. Сәбит Мұқанов бар, Әуезовтерде де шет жағасын көріп қалды ғой енді олар. Сондықтан оларға совет әдебиетін кәдімгі қоян қолтық араласып жүрген адамдар ғой. Ал енді бір ғажабы, есте сақтай қалатындай. Біз енді мектепте Сәбит Мұқановты оқыдық. Әуезовте де оқыдық, Бейімбет ана нелерді оқыдық. Ал енді Ғабиттерді оқыдық. Ал енді сол адамдарды түрігейін Алматыда көздестік біздің. Соны сұрап отырмаға 69-70 жыл бір Алматының бір алтын шағы ғой. Елдің бәрі әдебиетке құмар, газет журнал оқиды. Бәрі көз тірі кездер. Мектепте оқулықтарды адамдарды өзіміз көріп, ғажап. Ғабит Мүсіреповті, Сәбит Мұқановты біз көреміз деген ойда бар ма мысалы. Сәбит Мұқановтың ең соңғы дәрісі 1973 жылы. Мынау Әуезов үйінде өтетін болып, адам деген көп. Ар жағында химия институты бар. Соның үлкен залына барды сонан. Сонда Сәбен енді ауызша әңгімесі, қырылдақ дауысы бар әдемі. Сәбен оқыды ғой.
1 сағаттан астам Не айтты? дәріс. Сонда Сәбең мынау деді, мен деді, қазір деді, қазақ қауымы деген кітап жазып жатырмын деді. Өйткені деді, мына Мойынқұмға барып едім деді. Сол Мойынқұмға барып не қылған кезде далада қалып қалған ба бұлар жаңағы. Сонда қойшыға жолығып қалған ғой. Сонда қай елсің деп сұраған ғой. Қай ел екенін айта алмаған. Білмейді. Қойшы ғой енді. Қойшы неғылмады. Біраз адамдар сұралып, соны ойландым дейді. Бұл өзі тарихымызды, шежіремізді білмей сондай ұрпақ өсіп келе жатыр екен ғой деп. Сөйтіп отырып қазақ қауымы деген кітап жазуға кірістім деді. Мысалы деді ол, біз оң аяқпен отырмаймыз деді атқа. Үзеңгіге салған кезде. Сол аяқпен саламыз. Шынымен де оң аяқпен отыру керек қой деді. Неге сол аяқпен алады? Бұның мәнісі деді, бұл жаугершіліктен қалған нәрсе деді. Оң қолда қару тұру керек. Сол аяқпен келмен ана қару тұру керек. Мәні бар деп тұр. Жаугершіліктен қалған дәстүр деді. Былайша айтқан кезде ақылға қонады ғой. Содан кейін ол кісі бір мақал айтып қалды. Алыстағы дұшпанның найзасынан жаныңдағы досыңның ине сауыр деген. Рахманқұл Бердібаев ағамыз жүргізіп отыр, сол кісі ой мына керемет деп жазып отыр ғой. Бірнеше осындай материалдарды атты. Сонан жағы енді бұл кісі Мәлік Ғабдуллин туралы да біраз нәрселер айтты. Енді Мәлік өзіміздің үйдің баласы деп бұл кісі Мәлік Ғабдуллин. Енді шын мәнінде Шоқан Уәлиханов туралы роман бір жағынан аяқтай алмай жатты ғой. Бұлар енді әуезов Абай жолын. Бұл кісі Шоқан Уәлиханов пьесасы жазды. Одан кейін жағы бұны енді үлкен жағы Абай жолы сияқты деңгейге жазуға жағы талпынып, соны енді бұл енді 1900 жылғы кісі 70-те қайтыс болды. Шығарып салар кезде сұмдық жаңбыр жауды ғой. Бұлар енді сол Совет үкіметі кезінде Ғабит те, Сәбит те бір үкімет билік органда істейтіндердің қолында болды ғой. Бұлар бәрі шонға неге қатысты болған. Ғабит те сондай болған. Бауыржан Момышұлы милицияда істеген, прокурор болған. Былайша айтқан кезде. Десе де бойларындағы ұлттық намыс пен рух сөнбеген. Ал енді кейін бұлар жазушылық таланты мүлдем бөлек болды. Сәбең енді ауызша ненің айтудың шебері. Оның жағы балуан шолақ деген несі өте күшті. Одан кейін оның жағы қазақ қауымы дегені Қазақстан баспасынан шықты кейін сол қысқартылып. Кейін толықтырып қайта басылды. Бұның баласы Мәжит Мұханов деген этнограф. Тарихшы болды ол кісі ұрпағының ішінде. Ал енді Сәбит Мұхановты қазір әртүрлі нағылат мысалы, сынап, нағылып, теріс пікірлер жазады. Ал шын мәнінде оның барлығы Сәбеңге лайықсыз нәрсе. Сәбеңді мысалы қазақ әдебиетінің, мәдениетінің өсуіне, мына Бауыржанның өзіне де қамқорлық жасаған адам. Одақты басқарды. Одақты Әбдіжәміл Нұрпейісовтің өзі оқушы дәптеріне роман жазып алып келді, жазып жатырмын деп оқушының дәптері ана. Соған өзі Литвондадан ақша беріп қарық оқыған ғой. Совет өте жұмырт адам болған екен ғой өзі. Көптеген адамдарға қаржы беріп, қолдау жасап. Соның ішінде Пернебек Бейсенов деген болған. Жетісуда редактор болған кісі, жетім өскен кісі. Сәбеңнің портретін салған ғой, суретші. Сәбеңе барып не алған кезде әжептәуір қаржыға көмектескен ғой. Қаржы беріп көмектескен екен. Студент кезде. Біз білетін нәрсе. Білмейтін нәрселер қаншама. Сіз өзіңіз студент болып жүріп кімдердің осындай игілігін көрдіңіз аға? Студент кезде біз енді мынау Бауыржан Момышұлы сол институтты табалдырығын аттай салымен Бауыржан Момышұлына қорықпай сәлем беріп батасын алдым.
Қай жылы? Сол 69-да? 69-да. Өйткені Мұрат Қоштаев деген ағамыз Бектің кітабын оқыған екен, жаңағы аудармасын. Әдебиетші. Сол кісі майын тамызып айтты ғой енді. Бекті несен жаңағы Баукеңнің кездесіп, шындықты жазбасаң, мына оң қолыңда, сол қолыңдарын әптеп қылышпен шауып түсірем. Одан кейін оң қолыңды шауып түсірем дейтін жаңағы. Елерін жаңағы шауыптан басып, осындай қатал болған. Енді образды түрде ғой оның бәрі Баукеңнің алып отырған. Ал енді сонан жаңағы Баукең ол кезде мектепте оқытылмайтын. Қазірде мектепте оқулықтарында шамалы. Жоқтың қасы Баукеңнің әңгімелері. Атақ-даңққа елге танымал болғанмен. Ал енді Баукең сонан адресін апайдан, Байтеке деген апай сабақ беретін, соны сұрайын, анау алтын сататын магазин Төле бидің бойында. Деді, соның үстің жағында үйде тұрады. Сұрасаң кез келген адам екінші қабатта тұрады деп. Соның екінші қабатына барып көтеріліп. Үйде ме екен? Үйде екен. Қоңырауды басып алдым. Есікті ашты. Сонда 9-шы класста Максим Горкийдің русский литературада сүйреті болатын. Мұрты былай біткен, шашы қайырып тастаған жағы тікірейді. Тура соған ұқсап кетті. Бойымда жағы мұздай су құйғандай, тоқпан ұрғандай, денем тартылып бетіп қалдым жағы. Көзі өткір соншалықты. Кір деді. Кірдім. Өзбекпісің деді. Сынау үшін айтып тұр ғой енді. Жоқ, қазақ. Кір деді. Үйде сөйтсем, ана полдың өзі сұр екен де. Баукеңнің өзі сұсты. Полдың өзі сұсты. Ана сұрлау, су. Төр жақта қанатын жайған бүркіт. О да сұсты көрінді. Үйде? Үйде. Несі ғой, макеті ғой, Жоқ, ана ескерткіште, сурет. Ағаштан ба жасалған ба, неден жасалған ба, шүйіліп тұрған бүркіттің суреті төрде. Осының барлығы адам денесін мұздатып жіберді. Өзіңіз ауылдан жаңа келгенсіз? Жаңа келдім. Қорқу деген білмейміз, жаңа көрмейсің бе? Ал енді кіріп, жаңа кухняға жағда сол жақта екен. Отыр деді, отырдым. Холодильник ашты ол кісі. Бір вино алды. Соның кейін тауық тарелкада столдың үстінде нан тұр екен. 2 стақанға құйды ана кісі. Мәссаған. Содан кейін ол кісі іш деді. Жоқ, мен өмірімде ішпегенмін деді. Анда тауық жетеді. Содан тауық жеп, не қылып, қай баласың деп сұрады ғой. Өзіміздің бала екенсің ғой деп сөйтеді. Сіз жалғыз жүрсіз? Өзім жалғыз өзім ғой. Сонан жаңағы біраз ол кісі шежірелерді айтады екен. Шежірелерді айтты. Кейін 30 томдығын қарасам, шежірелер жинаған екен ғой бұл кісі. Адам таңғалады. Бірақ жүйеленбеген 30 томдықта беріп, егер оны жүйелеп не қылса, қалай жазып тастап кете берген ғой бұл кісі. Соғыс жылдардың өзінде. Тарихқа неге деген бұл кісіні сұңғылалы шебер ғой. Ал енді шын мәнінде, содан кейін мен 20 жыл өткеннен кейін Баукеңнің архивімен айналысам деп ойыма келген жоқ еді. Ал 20 жыл өткеннен кейін жаңағы каникулға ауылға барған кезде Баукең үйіне барып сәлем беріп, батасын алып кеткенімді айтқанда, апамдар қуанып, олар ауылда үлкен әңгіме қылып, көршілерге де Баукең үйіне барыпты, дастарханнан дәм татыпты деп. Бұл енді үлкен әңгіме болған ғой ауылда. Қуанып апамыз. Ал енді Баукең бұл 44-3 жылы Майданнан келді жарақаттан. Сонда академияда 44 жыл 19-шы ол кезде январь деп сөйлейді ғой енді. 19 бен 25-ші аралығында 6 күн бойы 31 сағаттық дәріс оқыған. Стенограмма деп аталынады ол. Мен оны 89 жыл 45 жылдық жеңістің
90 жылы. Бір жыл бұрын жоспар жасалынады баспада. Соны жаңағы «Психология войны» деген атпен орысша жоспарға кіргіздім. Одан кейін қайта ойландым да, стенограмма қалай болса солай берген дұрыс деп. Ананы бас редактор Шабалин книга хроника етіп берейік деп бөліп неғылып жіберді. А мен жүйені сақтап қайта аударып, пропускісі болса, пропускі несі болса бәрін келтіріп отырдым. Сағаты несіне дейін. Өйткені Баукең жазады, 30-40% стенографистер түсірмеген деп. 6 күнгі лекцияның өзі 310 бет. Бір күнгі дәрісінің өзі 90 бет. Әуезов конспект жасап отырған. 18 адам бар болған. Міне жерде мынау қанмен жазылған кітапта соған қатысқан адамдар 18 адамның тізімі беріледі. Бұны сіз аудардыңыз аға, қанмен жазылған кітапта? Соны 91 жылы осыны аудардым, қайта аударып. Сонан кейін енді осы 3-ші рет шықты. Осыны анау 2010-да ма шыққан Қытайдан келген бір азаматтар көріп, қызығып, мүмкіндік болса мынаны қарсы болмасаңыз Қытайдан шығарсақ деп. Қарсы емеспін деп. Қай жылы? Ол енді осы 2000 жылдардың не еді ғой. Бір Қытайдан келген жігіт ертіп келіп, тарихи Рашидиді бердім. Сөйтсем олар шығарыпты. Оны шыққанын хабарламады да, айтпады да, білмедім де. Төте жазумен жариялады ғой, иә? Оны мен Зейнеп жеңгемізден білдім, сол жақта шыққан. Мен одан ешнәрсе, мен гонорар бірнәрсе алған адам емеспін. Енді олар әйтеуір шығарыпты. Бұларда енді кітап шығару не жағы ол кезде мықты болып тұрды ғой. Қазір ғой енді. Кейіннен, қазір қиналып қалды. Ал енді «Психология войны» деген бұл өте реакция туды. Бұны әскери оқу орындары орысша ғой барлығы. Сонан кейін әскери бөлімдер, бұлар өздерінің күнделікті кітабына айналдырған ғой, командирлер. Бұл енді шетелден ағылған. Бауыржан Момышұлы енді шын мәнінде Ұлы Отан соғысы жылдарында 42-41 жылы атақ даңқы шыққан адам. Әуезов қатты еліккен ғой. Әлжаппарды жіберіп, материал алып келіп, намыс гвардиясын жазды. 42 жылы Абай жолы романын жіберді, бірінші кітабын. Алматыда, Қазақстанда сыналып жатқан кезде майданда жүріп, Баукең оқып, әдебиетшілерден жоғары баға берген ғой. 32-дегі жігіт. Сіз қазақ әдебиетінің полковниксіз дейді ғой. Ал енді Әуезовтың жағымына дәрісті ұйымдастыру жай емес қой. Балакламский шоссе 43 жылы, 44 жылы 2 рет Москвада талқылаған. Екеуінде де... Әлі соғыс бітпей жатып? Иә, соғыс жүріп жатыр, маған госпитальден шығып жатап, бек келеді ғой, Москвалық Знамя журналы, мына кітапты талқылаймыз деп жатыр деп. Соның барып, амалсыз, өткен фамилиясын хабарландыру жазып қойған ғой, бекқулық жасап. Өйткені ол сөйлейді ғой, жүрексінген. Соғыспаған адам. Көрдіңіз ба? Баукең 24 беттік стенограмма ғой. Ауызша. Генерал-лейтенант Игнатьев деген бұл кісі бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Екінші дүниежүзілік соғысты да бастан кешіріп жатыр. Ал енді сол Францияда атташеде жұмыс істеген. Игнатьев деген. Елшілікте. Бұл өте мықты кісі екен. Патша заманында осының осы алалатында 25 миллион франк патшаның ақшасы бар екен. Францияда. Соның жағы кімнің қолында екен осы? Игнатьевтің. Атташеде. Енді Францияда иммигранттар көп болды ғой. Ұйымдар болды. Солардың қарсылығына қарамастан 25 миллион доллармен есептегенде өте үлкен ақша. Совет одағына аудартып жіберген ғой. Сөйтіп Совет одағының жағына шығып кеткен патшаның генералы. Кейін бұны Сталин генерал-лейтенант атағын берген болған. Өзі жазушы екен. Сол жағы мемуар жазып, не қылып, Бауыржанға таңғалған. Қорқыныш деген нәрсені мен жауабын қалай жеңуді білмей жүредім. Сіздің кітабыңыздан соны біліп, жауабын таптым депті. Сол қорқыныштың жеңудің жауабын мен сізден таптым депті. Баукеңе.
сіз авторсыз ғой мына кітаптың деген ғой. Иә. Сонда стенограммада тұр 9 рет қол шапалақтаған жұрт. Таңғалған аналардың бәрі программасын. Әдебиетші емес, әдебиетшілерден жоғары білімі. Тарихшы емес. Қазақ СССР тарихын 43 жылы шыққан бірінші тарихтан Баукеңге рецензия жіберіп, жоғары баға беріп, сын пікірлерін айтып жазған. Тарихшылардың өзіне мықты жазған. Таңғалған ғой бұлар. Москвадан да таңғалдырған. 44 жылы академияны да таңғалдырған. Мына дәрісі. Ғабит естелігінде жазады, таңғалдық деп. Бір апта шәкірті болдық деп. Баукең барлық жағынан мемлекетті барлық жағынан басқаратын адам еді. Бірақ елшілікке жарамайтын еді деп қояды. Мінезі шарт тұрып қой енді. Одан кейін. Аналарға дайын тұрған адам еді. Тамаша. Ал енді бұл енді Бауыржан Момышұлы Сәтбаевты да, мынау Ғабеңді де, Сәбеңді де бәрі мойындатқан. Кейде өзі де жазады. Сәбең соғыстан 43 жылы қонаққа шақырып, бір түн әңгімелесіпті. Әуезов. Сұрақтырған ғой. Тереңірек танайын деп. Сонан кейін айтыпты, Баукең Мәлікке қарағанда терең екен деп. Мен мойындаймын деп сөйтіпті. Мойындап отыратын болдым деп. Сәбиттің әңгімесі ме бұл? Әуезовтің бе? Әуезов. Әуезовпен енді Әуезовті қатты сынағанымен, Әуезов сіздің дейді жазғандарыңызға толық қол қоям депті. Абай Құнанбайға қарсы қойғанын сынаған ғой. Иә. Әкенің балағы. Қазақтың дәстүріне келмейді деп. Біраз жерін сын айтқан. Осыны сен сияқты сынып кемшілігін айтатын адам болмады ғой маған депті. Кейін енді Қазақ достық қоғам төрағасы болып, вице-президент еткізген ғой Бауыржанды. Тағыртарлар баяндама жасап тұрған. Сонда 20 томын 20 күнде оқып шыққан ба сондай? Баяндама жасаған Баукең. Ал енді Баукең осындай білімге қалай жетіп отыр? Ауданда оқып жүргеннің өзінде, жұмыста жүргенде. Москвада әдебиетті насихаттап жүрген агент келіп, сол агент насихаты бойынша классиктердің көбісінен жаздыртып алған. Энциклопедияны жаздырып алған, жуалда жатып. Көрдіңіз бе солардың бәрін? Онау жаңағы біз институт оқитын классиктерді Баукең ауылда жүріп оқып қойған. Ал енді бір таңғаларлығы менің, бұл кісі 24 жасымда депті. Гитлердің Майн камп деген, Мая барба деген кітабын оқыдым депті. 34 жылы. 34 жасында. 24 жасында 34 жылы. 24 жасында, иә. Себебі депті, жаудың несін білу үшін оқыдым депті. Енді жаумен соғысты ғой, көрмейсіз бе? Ал енді Енгельстің кітабы, семьяның, мемлекеттің және жекеменшіктің шығуын. Капиталын оқып шықты онда. Оны қиыр шығыста жүргенде оқыған. Сәйіт Мұхановтың Қызыл жалауында оқыған. Сонан былайша айтқан кезде майданда жүргеннің өзінде қазақ әдебиетін толық бақылап отыр ғой. Сонан кейін ғой Алматыға келгенде жаңағы операға, сонан кейін мынау больницаның өзінде госпитальда жатып, әдебиеттерді бәрін шолып, қазақ тілі туралы пікірлеген мақала жазып отыр ғой. Мынау операның өзінде қазақ әнін айтатын әнші қалмаған. Бұл не деген масқара деген ғой. Не қылған шөре болып кеткен мына деп. Ұлттық деген нәрсені ұмытқансыңдар деп. Бұл енді былайша айтқан кезде Шаяхметті де сілтеген, сілкіп кеткен, екінші хатшы отырғанда. Содан кейін жаңағы премьер-министр, халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Нұртас Оңдасыновты да. Онда хат сынаған. Оған арнайы жазған хаты да бар. Нұртас Оңдасыновқа. Ал енді Скворцов бірінші хатшы, оған 4 сағат отырып сөйлескен. Сөйлескенде, мына енді майданға алынып жатқан жастар дайындық өте нашар.
майданға ұрысқа кірген кезде тіл білмейді, налево направо көбісі білмейді. Шаруа адамдар ғой. Иә. Білім жоқ. Соғысқа алынып жатыр жасы келін. Ал енді майданда қырылып жатыр. Бауекең жылайды ғой. 100 қазақтың 70-80-і қырылды. Соғыста жаман соғысқан жоқ қазақтар. Қырылғанның себебін зерттеп білдім. Өйткені бізде дәрігер, бухгалтер, мұғалім, басқа кадрлар дайындап, әскери сала дұрыс болмады, жолға қойылмады деп. Соғыстан кейін енді Қазақстанға да жолатпады ғой бұны. Орталық Азияда 5 республикада жолатпады. Ал енді соғыста жағдайда ауыл толған, жесір, жетім. Осы жағдайды ойлап, нағылып, өксіп, жыладым, зарладым деп келтіреді. Жыладым деп өксіп қысып. Намыс қысып тұр ғой. Ал енді қаншама 1.300.000-дай Қазақстаннан майданға аттанды. 300.000-нан астам қазақтың азаматтары оралмады. Көбісі сол әскери дайындықтың жоқтығынан. Мынандай мектептен дұрыс өтпегендіктен. Ал енді Панфилов дивизиясының өзі, колхозшы, жұмысшы, бухгалтер, мұғалім, секретарлар бар ішінде. 2-3 ай мінежге дайындады. Сөйтті де майданға алып салып. Климаттық жағдай белді. Дайындық жоқ қой. Былайша айтқанда мұнда разношерствый дейді. Ал немістің армиялары қайда? Бүкіл Европаны жаулап алып келе жатқан. Көрдіңіз, сонда танкіге қарсы таяқпен соғыстық деп. Намыс күшті. Көрдіңіз бе? 69-дан кейін кезіктіңіз ба тағы да? 69-дан кейін бұл кісіде жиналыстарда сәлем бердім енді. 1975-те Мәлік Ғабдуллиннің туған күнін атап өтілді Каспийде. Сонда бұл кісі Дмитрий Снегин екеуі келді. Баспалдақтан көтеріліп шықты Каспийдің корпусында, физматта. Бұның акт залы өте үлкен, сол жерде өтті. Сәйет Мұханов басқарып отырды. Сонда сәлем бердім. Сонда Бауекең президиумда отырды. Ахай Нүсіпбеков деген болды. Ахай Нүсіпбеков тарих институтының директоры екен, академик. Сонда Ахай Нүсіпбеков естелік айта бастады ғой. Трибунаға шығып. Сонда жаңағы алғаш рет мына Ну орман, ашық алаң орманның арасында. Сонда ақ байталға мініп, орағытып шауып бара жатқан адамды көрдім, сөйттім, Бауыржан Момышұлы екен деп. Бауыржан Момышұлы айқай салды. Байтал емес, ат болатын деп. Жұрттардың бәрі қол шабалақта жүрді. Ахай Нүсіпбеков сасып қалды. Байтал емес, ат болатын деп. Бауекеңнің ақбоз аты Лысянка деп аталынады. Талғарда жаттыққанда майданға алып кеткен ғой. Кершіғызда қылыш сағынып жүрген. Кавалерия. Соғыс жылдарында тастамаған ғой Бауекең. Жақсылық Сәттібековке сыйлапты кейін сол жыл несін ақын қылышын. Кейін музейге өткізді ғой деймін олар. Музейде бол керек. Білекөрдің қолынан сағат алған адам ғой Кершіғызда Бауекең. Бұл Бауекеңнің әскери өмірде тұтас енді Әзілхан Нұршайықовтың несінде қамтылмаған нәрселер өте көп. Әзілхан Нұршайықов мынау қанмен жазылған кітапты кейін келді. Осыған мән бермей қалыппын деп. Оның кітабында жазады, академияда лекция оқыдым деген сөз жазылады. Сол оқыған лекциясын сұрамаған ғой бұл кісі. Ақиқатпен аңызда ғой. Ақиқатпен аңызда. Мен Санат баспасының бас редактор болғанда келіп, біраз кітаптарды қарап, неғылып. Сонда айтып қалды да бұл кісі. Ол кезде білмей қалып едім деп. Керемет қой, мұны Тұтқабай да білмей қалған. Айтпаған Бауекеңге айта бермейді. Сізге нәсіп болып тұр ғой. Сонда жаңағы ана кім Тұтқабай ұшқан ұяны аударған ғой. Ұшқан ұяны аударып Бауыржан Момышұлы келтіреді. Ұшқан ұяның Тұтқабайдан кейін қосымша тарауларын енгіздім деп өзі тарауларына дейін жазып өзінің еңбектерінде көрсетіп қояды.
бірақ Тұтқабай Иманбековтың аудармасы. Баукең көмектескен, аударма өте жақсы шыққан. Бұл мемлекеттік сыйлық алды. Наша семья деген орысша шыққан, 55 жылы Калинин қаласынан шыққан алғаш рет. Академияда сабақ беріп жүргенде 15 күнде жазған екен. Бұл нағыз этнографиялық не ғой Баукең. Вера Павловна Строева арнайды. Вера Павловна Строева ол кинорежиссер болған адам. Баукеңе деген ілтипаты, сүйіспеншілігі өте жоғары кісі болған. Сол кісі көмектескен редакциялауға неге маған көп жәрдемдесті деп келтіреді жазуға. Жазушылығыма көп нәрсе ықпал жасады деп. Өзі режиссер, өзі фильмдері бар адам. Жасы дворян тұқымынан таралады екен. Жасы Баукеңнен үлкенірек, 3-4 жас. Ал енді үйі Баукең ашық болған ғой. Ана Баукең жұмыс істеп отырған кезде аяғының ұшымен жүреді екен. Ойын бөлме үшін. Сондай сүйіспеншілікте болған кісі. Ал енді бұл Баукеңнің мына тұлғасы, несі, жалпылама жұрттар атын білгенмен, бұл кісінің еңбегін көп оқымайды екен. Осыған көзім жетті. Оқудан жерініп қапты. Сондықтан жаңағы мемлекет басшысы Кемел Қасым-Жомарт Кемелұлы Қасым-Жомарт Тоқаевтың кітабы оқитын ұлтқа айналдыру. Өте күшті дер кезінде қойылған. Содан республикалық кітап күні 23 апрель. Содан кейін жаңағы тәулік бойы жұмыс істейтін кітапхана. Осы Алматының өзінде 32 кітап бар, бірнеше кітап, 6-7 кітапхана бар екен ғой. 24 сағат жұмыс істейді. 20 бір жағынан жаңағы кофеңді ішіп неғылып, түнімен жаңағы мызғып аласың, ешкім неғыла қоймайды. Бір жағынан жақсы. Тегін кітап сатып алмайсың. Бір жағынан өте мықты. Ал енді кітап оқу жағынан Баукең оянған өлке. Ғабит Мүсіреповті кітабын жіберген ғой. 7 күнде оқып шықты. Оянған өлкені несінде өзінің күнделіктеріне қарап неғылдым, есептедім. Көп шығармаларды оқыған қазақ жазушыларының. Ал енді Москвадағы декадаларда 58 жылы Занами Москва деген сұмдық талқыланған. Москваның несі, Москвишін шайқас. Орыстарға ең жақын тақырып қой. Декадада негізгі әңгіме Бауыржан Момышұлы болып кетті. Әуезов тірі, Әуезовті айтқанға батыр сияған деген қошемет ең жақсы болды ғой деп. Риза болып. Москвалықтардың бәрі жағына қазақ әдебиетінің өскендігі деп жоғары бағалаған ғой. Орыстардың мықты жазушылардың өзі. Волоколамский тас жолын оқығандар Бауыржан Момышұлы туралы айтқан пікірлер өте жоғары. Ондай жағдай қазақ жазушылардың ешқайсында жоқ. Ал енді орыс жазушыларында да кездеспейді мысалы. Фидель Кастроның бір мемлекет басшысы Кубаның. Қай жазушыны шақырды білмейміз. Баукең шақырып отыр ғой олар. Арнайы қонақ етіп. Енді ол кезде рұқсат бермеген идеологиялық жағдаймен турист болып барып қабылдап тұр ғой Рауль Кастро. Баукеңнің ғажаптығы сол Кубада болған күндердің өзі бір кітап болып тұр. Ал енді кездескен адамдардың кескен келбетін суреттеуі сондай еді. Біріне бір ұқсамайды. Адамның жағы мінез құлқын, портретін, сипатын, жүріс-тұрысын, қозғалысын, эмоциясын адамға таңғаларлық сипаттайды. Сезімталдық күшті да, қаламгерлік күшті. Содан кейін ойлау жүйесі мықты. Баукең өзі айтады ғой, менің ойлау жүйем 2 сатылы деп. 2 сатылы. Сөйтіп оны бермен дегенде отырғызып кетеді, өзін 2 қойған шығармадан. Макаров деген түзетіп оны 4-ке. Баукеңді қиянат жасайды ғой, осындай қиянаттар көп. 2 сатылы деген алдымен қазақша ойлаймын дейді. Одан кейін оны орысша аударам деп. Сондықтан менің ойлауым 2 сатылы. Академиядағының бәрі орысша бітірген. Оларға жеңіл орысша заулатып жаза береді.
маған уақыт жетпей қалған сондықтан дейді ғой. Бәкең кез келген жерде тапқырлық тауып кетеді. Сондықтан ғой 5 рет өлім жағдайында қоршауға түсіп қалып 5 рет. Қанаттас дивизияның полктері көмектесе алмай қалады. Сондай жағдайда өзінің ақыл ойымен, жауынгерлердің күшімен қоршаудан шығып кетіп отыр ғой. Бір емес 5 рет. 5 рет өлімнен шығып кетеді ғой. Ал енді сонда бұны Бауыржанды бір қоршаудан шығып хабарсыз болып қалғанда Панфилов жоқ, жойылып кетті деп ойлап қалған ғой, бүкіл батальон. Баукең шамал шығыннан келген Баукең көрген кезде Панфилов дивизиясының командирі Панфилов көзіне жас сорғалап кеткен ғой. Баукеңді көріп. Содан кейін ғой жаңағы өзінің резервке алып отырған. Ал Бауыржан Момышұлы Панфилов 8 түрлі қырын айтады. Қазақ 8 қырлы бір сырлы дейді ғой. 8 қырлы бек соны Баукең қалай айтты, Волоколамский солай, шасси солай жазады. Оның бірінші. Парасатты генерал. Реформатор генерал. Дәл есептің генералы. Сонан кейін ақыл ойдың генерал, салқын қандық генерал, сабырлы генерал. Осындай 8 түрлі. Сонан кейін Панфилов спираль дегенді айтады. Баукең идеясын қолданған өзі. Бұл керемет нәрсе. Соғыс жылдарында 11.000 дивизияда жауынгер болды. 40% қазақтар болған. Ал енді соның енді 41 жылы шайқаста селдіреп қалды ғой. Соншама дивизияның өзі. Қаншама полкінен айырылып қалды. Сонан кейін ғой жағы Баукең шақырып, Рокоссовский сіз аға лейтенант полкқа командир етіп тағайындаймын деп. Армияда сен жалғыздара аға лейтенант полк командирі болып тағайындалып отырған. Басқа армияларды білмеймін, табыс тілеймін деп жағы бұйрық береді ғой. Аға лейтенант полк командирі. Ал енді Баукең кеткен кезде батальонға Мұхаммедқұл Исламқұлов деген кіші лейтенант. Соны орнына батальон командирі етіп тағайындайды. Өзінің комиссары Лагвенко екеуі келісе алмай қалады. Оны тыңдамай Баукең не қылады, кейін ол ақтайды. Сауытты бітірген екен ол. Әкесі болыс болған екен. Шымкент облысының қай жерінде екенін білмеймін. Сонан жағы бұл кісі Егемен Қазақстанда, Социалистік Қазақстанда істеген екен. Құдалана бастаған ба, сондай болыстың баласы болғандан кейін. Майданға алынып отыр ғой, дивизияның құрамында. Сонда қайтыс болған кезде Баукең жоқтауы бар. Жоқтауды мына жерге бердім мен. Өзінің қанаттас бірге шайқасып жүргендерге баға беріп, жоқтап өте сирек нәрсе ғой ол. Жоқ. Басқа қаншама майданда болған жауынгерлер бар, олар ешкіммен кездеспейсің. Ал Баукеңнің есін оқыған кезде мен өзім жылап жібердім. Ана кісінің Мұхаммедқұл Исламқұловтың қаза болғанына. Мына жауынгерлердің ерлігін бағалау, құрметтеу, әсіресе мына солдаттарға деген бұл кісінің көзқарасы өте мықты. Солдаттың образын дұрыс бейнелеп жасай алған жазушы бақыты бар жазушы деп есептеймін дейді. Біз солдатты дұрыс бейнелей алмай жүрміз дейді. Соғыста негізгі жаңағы ақыл ой командир болғанмен, соның жүзеге асыратын солдаттар ғой. Сондықтан солдатқа деген құрмет Баукеңде ерекше болып тұрған. Ояну деп кетті, біздің алаш сиялыларымыз бар, оның алдында қалар оян қазақ деді, бірақ оянудың түп төркіні неде деген бір сұрақ мені де мазалайды аға. Соны сізге қойсам дедім. Біз қалай оянамыз? Ояну үшін қайтпек керек? Бұл енді мынау Жапонияда өзіңіз білесіз, соңғы бір үлкен не болды ғой жаңағы? Апат болды, жарылыс. Менің таңғалғаным, ана қаншама адам кетті үйін тастап. Бір затына ешқай істемеген ғой. Мародерство дейді.
орысша айтқанда. Ананы затты дүкендегі нәрселерге ешқайсысы қолына тигізбеген. Бұл нені білдіреді? Бір ұлт бір адам сияқты да. Иә. Тәрбие деген. Бұл анау өзі ғасырлар бойы келе жатқан тәрбиенің керемет үлгісі ғой. Қазақта да сондай тәрбие болған. Мен ана екінші нымға бармаймақ, қазақ әлемдегі мынау жалғыз халық дейді. Қонағына құқықтық сипат берген. Көрдіңіз бе? Қонағына құқықтық сипат берген жалғыз қазақ. Егер қонағы бір үйге келіп құдай қонақпын десе, қабылдамаса, биге беріп айтса, би жазалайды екен. Көрдіңіз бе? Ал дұрыс тамақтандырып не қылмаса, күтпесе, оны да айтып келсе, оны да жазалайды екен. Ал егер оның үйінде жаңағы құдай қонақ болып келген адам қайтыс болып кетсе, құнын төлеттіреді екен. Сондықтан қазақтың есігі ашық болған ғой. Көрдіңіз бе? Керемет дәстүр емес пе? Әрине. Орыстардың таңғалатыны бар ғой жаңағы. Бұл не милициясы жоқ, не түрмесі жоқ, не соты жоқ. Бұл халық қалай тіршілік етіп жатыр. Сондықтан билерді қатты зерттеген бұлар. Бұлардан бәрін істеп отырған билер қазақтың. Хандар билік жүргізіп отыр. Ішкі тәртіптің бәрін билер үйлестіріп отыр. 7 атаға дейін үйленбеу, бойдақ жүргізбеу, жаңағы қылмыстың алдын алып отыру, соның бәрі реттеп отырған билер болды. Билерді патша үкіметі жойып, Шоқан бұған қарсы болған. 1864 жылы судебная реформа деген керемет неғылған сот. Бұлар үлкен комиссия ұйымдастырып, қалай да жаңағы билер институтын жою керек болды ғой. Бұлар алғаш жаулап алғанда орыстың мұжықтарының өзі қазақтың билеріне келіп жүгінген ғой. Мировой судья парақор екен. Мынау әділ шешетін. Көрдіңіз бе? Ал енді сол биді бұлар жаңағы патшаның несіне, билігіне не қылып қоятын болсақ, дейді Шоқан. Онда би емес, ол чиновникке айналады патшаның. Ал сол чиновникке айналдырды биді. Парақорлыққа айналдырды, көрдіңіз бе? Сөйтіп біздің көптеген дәстүрлеріміз тамырымыз осы жерден үзіліп кетіп отыр. Үзіліп кетіп отыр. Билер институты деген өте мықты. Оның дәстүрі несі басқа халықтарда жоқ қой. Қазақтың басқа халыққа ұқсамайтын 3 түрлі қасиеті бар дейді Байекең. Біреуі айтыскерлік қасиет. Айтыскерлік. Басқа халықтардың ең мықты. Екінші билер. Билерді институты. Сонда билер институтына Байекең ерекше мән берген ғой. Сонан кейін жаңағы қаппар айтып отыр, қонақ жайлылық. Қасиет. Басқа халықтарға қарағанда қазақтың қонақ жайлылығы болуы да сол билердің дәстүріне сіңісті болып кетіп отыр ғой. Ал енді ұлттық санаға келейік. Біздің халқымыз қазір шынын айтқанда батыстың мәдениеті де, басқа мәдениеттерде қатты діни ағымдар қаптаған ұлттық сананы шайқалтты. Сондықтан бізде жаңағы жазушылардың идеологияны күшейту керек деген. Идеологиялық әлі жеке үлкен жаңағы сала ретінде идеология. Бұның бір құжаты әлі қабылданбай тұр. Ішкі саясатқа байланысты, неге байланысты қабылданды? Олар енді тұтас идеологияны, советтік идеология сияқты қамтиды деп айта қою қиындау, бірақ қамтуға тырысатын құжаттар. Ұлттық сана бізде ояну керек. Ол үшін жаңағы бізде идеологтарға Өзбекәлі, Жәнібек сияқты қайраткерлер керек. Таптырмайды. Ильяс Омаров сияқты адамдар керек. Көрдіңіз бе? Осы күні бар ма ондай азаматтар? Ондай азаматтар халықтың арасында, елдің арасында жүру әбден мүмкін. Жоқ деп айта алмайсыз. Ел талант қой қанша дегенмен. Шығармайды ғой, жібермейді ғой. Көп билікке барудың өзі де түрлі құйтырқы сатылары бар ғой, біле бермейміз. Шын мәнінде таланттар кейде көрінбейді. Жол берілмей келе жатыр. Енді соған жол беріп не алатын болса, не бір мықты азаматтар жетеді. Қазақтың басқа халықтардан ерекше қабілетті болатын 7 атаға байланысты. Қандық тазалыққа байланысты. Бұл енді керемет нәрсе. Бұрын ол
қазаққа жаңағы бұрыннан келе жатқаннан болса, онда ғылым дәлелдеп отыр ғой қазір. Өзбектерің де соны мойындап отыр. Тұқымның азғындап кетпес үшін. Иә. Ал енді мынау ұлттық сананы ең күшейтетін нәрсе тарихи сананы ояту керек. Тарихқа деген құштарлықты күшейту керек. Мына мемлекеттік қызметкерлер, акимдер, бұлардың жаңағы тест тапсырады екен. Қытайда тарихты бірінші орынға қояды екен ғой бұлар. Ана мемлекеттік қызметке іріктеуге неге байланысты өтетін сынақтарын. Сондай сынақтарға мына тарихты нелерді енгізіп неғылып жаңағы мәдениетке байланысты неғылып. Ана жерге барады екенсің сен, қазақтың тарихын, тілін, мәдениетін білетін болсаң, жеке адамдардың, әкімдердің рөлі өте күшті ғой. Иә. Ондай мықты әкімдер ауданда қандай жақсы дәстүрлер қалыптастырып отыр. Ондай жоқ деп айту қиын. Ал енді Баукеңнің еңбектері шын мәнінде қазірдің өзінде ұлттық сананы көтеруге қызмет жасайтын еңбек. Әскери қайраткер генералдар жетеді, Бауыржандар сияқты жоқ. Бұл ұлтқа қызмет ететін еңбектер беріп отыр. Менің нем өзім мынандай тұжырымға келдім. Бауыржан Момышұлының еңбегін жастар неғұрлым ерте оқыса, ол соғұрлым ерте есейеді. Баукең рухани тұрғыдан есейтіп жібереді адамды. Жас түгіл үлкен адамды биікке көтеріп жібереді. Ал егер оны кеш оқыса, көп нәрседен ғапыл қалады. Осындай неге тұжырымға келдім де, мен шын айтқанда. Баукеңге байланысты. Бұл енді сіздің де бір кейінгі ұрпаққа берген бір өсиетіңіз деп қабылдасақ болады ғой. Болады. Өйткені қазақтың 300-ден астам бейшешендерін жинаттырдым. Қазақтың бейшешендері энциклопедиясын жасау жоспарлаған едім тіпті. Ал сол Нысанбек ағамыз екеуміз қазақтың бейшешендері, одан кейін ол кісі 100 бейшешен, кейін қарасам сол кезде 90-шы жылдар көтерген мәселе интернетте сол бейшешендердің ұрпақтары қозғалған ғой. Ал енді сонда мысалы бейшешендердің ішінде Қазбек бидің мұрасы өте мықты сақталған. Әйтеке биде де онша сақталмаған. Төле би 300-дің биі дейді, билік сөздері онша сақталмаған. Неге? Өйткені аның мұрагерлері ішінде билер аз болып тұр ғой. Ал ана кімнің Бекболат, Алшынбай, одан кейінгі 4-5 ұрпақ Қазбектің бәрі би. Шоқанды нағашылары ғой бір жағынан. Ал олар билік сөздерді керемет әдемі жеткізіп отыр. Қазбек бидің айтқан билік сөздері мықты ұлы жазушылардың өзінің ойларына келетін сөз емес қой. Қандай тапқырлық сөздер. Ал енді бұлардың барлық шын мәнінде біздің ақыл ойымыздың алтын қоры ғой. Алтын қоры. Өзіміздегі бар нәрсені кейде бағаламай жатырмыз ғой. Бағаламай жатырмыз. Тұлғаларды да дұрыстап бағалап қарап неғылмай жатырмыз. Әрине, сіздің замана саңлақтары деген аталған кітабыңызды да жақсылап танысып шығып, бұйырса тағы бір бағдарламаға арқау болатындай тақырып бұл. Өйткені біз өзіміздің тарихымызды өзіңіз айтып өткендей білсек, онда жаңа сананың қалыптасуына қызмет ететін ұрпақтар көбейеді деп ойлаймын. Алдағы келе жатқан мерейтойыңыз құтты болсын тағы да. Бұл енді біз сұхбатпен тұралап қалмаймыз. Тағы да мерейтойдың алдында, бәлкім мерейтойдан кейін тағы да өзіңізбен сұхбат құрамыз деп ойлаймын. Рахмет. Уақыт бөлгеніңізге, студиямызға арнайы келгеніңізге рахмет. көп рахмет. Бәрекелді.